Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің каналымның көрермендері. Бүгін біз сіздермен 137-ші сабақтың есептерін шығарамыз. Баған түріндегі жазбаша көбейту мен бөлудің тағы бір тәсілдерін көреміз. Мен бірденен екінші мысалға көшіп кетейін. Баған түрінде жазып есептеу керек. Бұл біздің бүгінгі жаңа сабағымызға сай келеді. 5-ті 2-ке көбейтеміз. 10-ға тең 0-ын жазам бір ойда. 5 жерде 5-ім 25, ойдағымен 26, екс ойда. 5 жерде 5-ім 5, ойдағымен 7. Келесі 20, 0-ын жазам екс ойда. 5 жерде 2-ім 10, ойдағымен 12, бір ойда. 5, ойдағымен 7. Мына жерде 5 пен 2-нің көбейтіндісі 10-ға тең 0-ын жазам бір ойда. 5 жердегі 4-ім 20, ойдағымен 21, екс ойда. Мына екеуі 5 болады, ойдағы 2 мен 7. Енді бөлуге тоқталайық. 9-ның ішінен іздейміз. Бір сан шығады, 22-нің ішінен және 0-ның ішінен іздейміз. Демек, бізде 3 таңбалы сан шығу керек. 9-ның ішінде 5 бір ақ рет бар. Көбейтсек 5-ке тең. Жанына 2-ні түсіреміз. 42. 42-нің ішінде көбейту кестесінде 5 8 рет бар. Екеуін көбейтсек 40-қа тең. Қасына мына жоғарыдағы 0-ді түсіреміз. 20, 20-ның ішінде 4 рет 5 бар. Көбейтіндісі 20-ға тең. Міне мән шықты. Келесі 7-нің ішінен 1 рет, 3-дің ішінен 0-дің ішінен 1 рет іздейміз. 3 таңбалы сан шығады. 3 жердегі 2-ім 6, азайтқанда 1 қалады. Қасына 3-ті түсіреміз. 13-дің ішінде 6 рет бар. 12 болады. Мына 0-ді орнына түсіреміз. 10-ның ішінде 2, 5 рет бар. Көбейтсек 10 шығады. Нәтиже 365-ке тең болды. Келесі. Бұл жерде де 3 таңбалы сан шығу керек. 5-дің ішінде 4 бір ақ рет бар. Көбейтсек 4. Азайтқанда 1 қалады. Жоғарыдағы 4-ті түсіреміз қасына. 14-дің ішінде 4, 3 рет бар. Екеуінің көбейтіндісі 12-ге тең. Азайтсақ 2 қалады. 0-ді өзінің орнына түсіреміз. 20-ның ішінде 4, 5 рет бар. 5 жердегі 4-ім 20. Нәтиже шықты. Үшінші есеп. Мұхиттардың тұсындағы өрнектердің мәнін тап. Олардың мәнін өсу ретіне қарай ата. Мұхиттарды өлшемі бойынша салыстыр. Қайсысы үлкен, қайсысы кіші екен. Мына өрнектердің мәнін табамыз. Мінекей өрнектердің мәнін табылды. Енді өсу ретімен болса, ең кішінен бастаймыз. 60. Ол бізде солтүстік мұзды мұхит. Одан үлкені 80. Ол үнді мұхит екен. 110 деген ол Атлант мұхиты. 170 ол Тынық мұхит. Мінекей қайсысы ең кішкентайы, одан үлкені қайсы анықтадық. Бөлігіндегі сұрақтар, яғни пікірлердің ақиқат не жалған екенін жаңағы шығарған бөлігіндегі мәліметтерге сүйеніп анықтаймыз. Тынық мұхит ең үлкен мұхит. Әрине, ең үлкен мұхит ол ақиқат. Атлант мұхиты үнді мұхитынан кіші. Бұл жалған. Атлант үнді мұхитынан үлкен. Солтүстік мұзды мұхит үнді мұхитынан үлкен дейді. Бұл пікірде жалған пікір. Өйткені үнді мұхиты үлкен, солтүстік мұзды мұхит кіші. Бұл бөлігінде өзің ақиқат немесе жалған пікір құрастыру керексің. Осы мына жерде тұрған мәліметтерді пайдаланып, бірнеше ақиқат не жалған пікір мынаған ұқсатып құрастыруға болады. Төртінші есепте қысқаша жазу берілген. Осы бойынша есеп құрастырып, оны шығарамыз. Есепті былай құрастырайық. 3 кемеде барлығы 960 жолаушы болды. Оның 145-і бірінші кемеде болды. Екінші кемеде бірінші кемеге қарағанда 4 есе артық болды, ал қалғаны үшінші кемеде болды. Сұрақ, үшінші кемеде неше жолаушы болған? Бұны есептеу үшін әуелі біз мына екінші кемені тауып алуымыз керек. Ол үшін 145-ті 4-ке көбейтеміз. 145 көбейту 4. Бұл арқылы біз екінші кемедегі жолаушының санын табамыз. Сонда бізде 580 жолаушы екінші кемеде болған. Бірінші кемедегі белгілі, екінші кемедегі белгілі, барлығы белгілі. Үшінші кемедегіні табу үшін, мынау бірінші мен екінші кемедегіні барлық жолаушы санынан алып тастауымыз керек.
бізде барлығы 960 болса, одан азайтамыз 145 пен 580-нің қосындысын. Сонда бізде 235 шығады. Бұл үшінші кемедегі жолаушының саны. Бұл қысқаша шарт бойынша былайша есеп құрастырайық. Бірінші кемеде 134 тонна жүк болған, ал екінші кемеде одан 5 есе артық. Сонда екінші кемеде неше тонна артық жүк болды? Соны табамыз. Ол үшін әуелі 134 тоннаны 5-ке көбейтіп, екінші кемедегін тауып аламыз. Бұл жерде әрине артық жүк шығады. Енді осы артықтан кемді азайтамыз. Ол мынау екінші кемедегі жүк. Осыдан бірінші кемедегі 134 тонна жүкті алып тастаймыз. Сонда 536 тонна қалды. Демек, екінші кемеде 536 тонна артық. Біріншіге қарағанда осынша тонна жүк артық болған. Бесінші мысалдағы тапсырмаларды баған түрінде жазып, есептеп шығуымыз керек. Бұл біздің бүгінгі жаңа сабағымыз. Мінекей екі бағаның өрнектерін баған түрінде жазып есептедім. Қалған екі бағанды осы тәсілмен есептеп мәнін табуға болады. Алтыншы, төмендегідей кесінділер сыз. Ұзындығы 25 см кесіндінің 5-тен 1 бөлігі. 5-тен 1 бөлігін табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Сонда бізде 5 см шығады. Демек, А бөлігінде 5 см кесінді сызуымыз керек. Ұзындығы 12 см кесіндінің 3-тен 1 бөлігі. 3-тен 1 бөлік деген сөз, 12-ні 3-ке бөлу деген сөз. 12-ні 3-ке бөлсек 4 см шығады. Ә бөлігінде біз 4 см кесінді сызамыз. Сонда біз екі кесінді сызамыз. Біреуі 5 см, біреуі 4 см болатын кесінділер. Жетінші. Диаграммада, мінеки диаграмма, бір тәулік бойы әрбір 3 сағат сайын портқа теңіз арқылы келген жүк кемелерінің саны туралы мәлімет берілген. Диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Қандай уақыт аралығында портқа жүк кемелері көп келген? Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр және оны сыныптастарыңа қой, есептер құрастыр және оларды шығар. Әуелі біз бірнеше сұрақтар құрастырып көрейік. Және оған жауап береміз. Міне диаграмма тұр. Тәуліктің қай уақытында портқа аз кеме келген деген сұрақ қоятын болсақ, оны диаграммадан анықтап, 21 мен 24 сағаттың аралығында ең аз кеме келген, 5 қана кеме келген. Енді тәуліктің қай уақытында портқа көп кеме келді? Ол диаграммада көрсетілген 12 мен 15-дің аралығында. 12 сағат пен 15 сағаттың аралығында 3 сағаттың ішінде портқа осынша кеме келген. Осы сияқты басқа да сұрақтар қоя беруге болады. 9 бен 12 сағаттың аралығында қанша кеме келді? Диаграммаға қарап 20 кеме келгенін табуға болады. Немесе түнгі 12 мен 3-дің аралығында қанша кеме келді? Ол 15 кеме келген портқа деген сияқты әр түрлі сұрақтар құрастыра береміз. Енді есеп құрастырып көрейік. Мысалы, мынандай есеп. 3 пен 6 сағат аралығында портқа 45 кеме келіп тоқтады. 12 мен 15 сағаттың аралығында 65 кеме тоқтады. Қайсысына, қай уақытта неше кеме артық келіп тоқтады деген есеп құрастыруға болады және оны шығарамыз. Оны білу үшін көптен азды азайтамыз. 65-тен 45-ті азайтамыз. 20. Қайсы артық екені белгілі. 12 мен 15 сағаттың аралығында 20 кеме артық келіп тоқтаған. 8-ші есеп. Бұл әдеттегідей шығармашылық немесе логикалық тапсырма деп айтсақ та болады. Әлия кітапханаға, би студиясына, дәріхана мен поштаға баруы қажет. Әлия қысқа жол таңдау үшін барлық мүмкін нұсқаларды қарастырды. Суретке қара, жолдың қанша мүмкін нұсқасы бар? Би студиясы, кітапхана, пошта және дәріхана. Енді сол барлық мүмкін нұсқалардың
біріншеуін қарастырып көрейік. Бірінші ол би студиясына барсын. Бірінші би студиясына, одан кейін кітапханаға барды, одан кейін поштаға, сосын дәріханаға барды. Енді екінші нұсқа би студиясынан кітапханаға, сосын да екеуін орын ауыстырамыз. Би студиясына барды, кітапханаға, сосын бірінші дәріханаға, одан кейін поштаға. Енді үшінші кітапханадан бастайық. Кітапханаға барды, би студиясына барды, дәріханаға, поштаға. Енді міне екеуін орын ауыстырамыз. Кітапхана, би студиясы, пошта, дәріхана. Келесі нұсқа. Енді поштадан бастайық. Әуелі поштаға барды, сосын биге барды, сосын кітапханаға, сосын дәріханаға. Алтыншы. Поштадан биге барды, екеуін орын ауыстырайық. Дәріханаға және кітапханаға. Жетінші. Енді бірінші дәріханадан бастайық. Дәріханаға, би студиясына барды, одан кейін поштаға, сосын кітапханаға барды. Келесіде дәріханаға, биге, екеуін орын ауыстырамыз. Кітапханаға, поштаға. Осындай нұсқаларды әзірге қарастырдық. Мүмкін сен бұдан да басқа нұсқаларын білетін шығарсың. Ары қарай бірнеше нұсқасы шығуы да мүмкін. Жалпы әдісі осындай. Осымен барлық есептерді қарастырып біттік. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымды қолдап кетіңіз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосып, қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыз.